Bir күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінберге шығып былай деді: бүгін араларыңнан кім ораза тұтты деді. Сонда араларында отырған Абу Бакр: я Расулулла, мен деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: бүгін аурудың халін кім сұрады деді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху: я Расулулла, мен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ал араларыңда жаназаға қатысқан адам бар ма екен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы сұрақты қойған кезде араларынан қайтадан Абу Бакр: я Расулулла, мен деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: бүгін кім міскінді тамақтандырды деп сұрады. Сонда қайтадан Абу Бакр: я Расулулла, мен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: осы 4 қасиет бір күнде бір адамда ұштасса, ол адам жәннатта деді.